Alloh taolo maqtov payg'ambarimiz Allohning salovati bilan salom bo'lsin. Alloh taolo odamzod bilan jinni o'zining qulchilik uchun yaratgan. Bo'lsin bu taqribda ko'proq aytishimiz kerak. Buni xalqqa az ko'chaga chiqsak, xuddi bir musulmonlarning elinde yurmagan siyahtsin. Ko'bisi namoz o'qimaydi, ko'bisi Xudoyni unutgan odamlar. So'shin namoz qilishlik, ibodat degan taqriblarda ko'proq aytishimiz kerak. Kezінде ата-бабамыз o'sha din uchun jonim berib, so'g'sib olib qolgan edi o'sha yerda. Biroq buni keyingi urpog'ini ko'rsa, qanjilaydi ishlari. Qanjilar edi. Keyingi urpog'i namozda yo'q, dinde yo'q. Ашылып-шашылып әйелдері еркектен намыста қалмады. Әйелдерін қызғанбайды. Әйелдерін қызғанғанымен қоймай, қызғанбағанымен қоймай, әйелдерін өздері видеоға түсіріп, реклама етеді. Әлеуметтік желілерге қойды. Осындай болды міне ұрпағы. Аллахтан тура жол сұраймыз бұл қазақтарға. Bir жаман жағы болғанымен бір жақсы жағы да бар қоғамның. Дінге бет бұрып жатыр, алхамдулилля, жастар. Кейде мешітке барсаң, қуанасың. Қатардың көбісін қазақтар, жастар толтырып тұр. Алхамдулилля. Намазға, дінге келсе, бұл жастар ішкілікті қояды, зинаны қояды, азартын ойынды қояды, кішкене жауапкершілікке ие болып, семьясын бағатын болады. Шырылдауық шегіртке сияқты өмірді қояды. Жас кезде күнәға бой беріп, намаз оқымай, арақ ішіп, ақыретіне дайындалмай, шырылдауық шегіртке сияқты өмір сүріп, жасы 30-дан асқан кезде барып үйленіп жатқан адамдар бар ғой. 40-қа келіп үйленбей, семья құрмай, жауапкершілік жоқ. Әйтеуір намаз оқып дінге келсе кішкене ответственный болады ғой. Жауапкершілікті болады, семьясын бағатын болады. Сосын бұл қоғамның түзелуі үшін дінді бірінші орынға қоюымыз керек. Алланың дінімен жүрсе адамдар, қоғам түзеледі. Намаз оқып бастаса, Аллахтың дінімен жүрсе, әйелдер түзеледі. Етек жеңін жинайды. Бұл қоғамда зина азаяды. Екінің бір зина қылып, гражданский брак деп атап алған өздерін зинаны. Анаумен бір ай, мынамен 2 ай жатып, ешқандай ответственность жоқ, үйленбейді, әкесінің алдынан өтпейді. Сөйтеді, гражданский брак деп өздері әдемі атты қойып алған. Зинаны халал қылып алған дейді. Сол үшін бұл қоғамға дін керек. Діннің ең үлкен, ең басты, ең маңызды тақырыбы бұл. Аллах Тағаланың хақысын үйретуіміз керек адамдарға. Аллахқа ширк қоспауды, Аллахтан басқа нәрсеге сыйынбау керек, аруаққа сыйынбау керек. Балгерге бармаңдар. Бұл балгер дегеннің бәрі емдей алмайды ол. Шарлатанда келең. Пайғамбар саллаллаху балгерлер туралы сұралған кезде лейсу бишей деген. Олар түкке тұрғысыз адамдар деген. Тәуіп, емші, балгер дегендер. Осы нәрсені айтуымыз керек, халықтың көзін ашуымыз керек. Халық Аллахқа ширк қоспай, мешітке барып, Аллахқа құлшылық қылса, мавзариден мавзари аралап, аталарының әулесінен, моласынан мола аралап, аталардан жердем сұрап жүргеннен гөрі, бір Аллаға құлшылық қылып мешітке барса, бақсы балгердің алдына барып проблемасын шешемін деп солардан ақыл кеңес сұрағанша, мешіттегі имамға барып, діни сауаты бар, білімі бар адамнан барып, жәрдем сұрап, содан діннен іздесе проблемасының шешімін, сол кезде қоғам түзеледі. Әйел адамдар орамал тағып, ұзын етек, юбка киіп түзелсе, қазір көшеге шықсаң, жаз уақытында жүрегің қан жылайды.
жап-жас қыздар, бұттарына киіп жүрген шортилары, енді субханалла, кейде бұттарына шорт емес, іш киім, труси киіп жүрме деп ойлайсың. Соның барлығы кезінде мұсылман, ата-бабасы мұсылман болған адамдардың ұрпақтары. Соның бәрін түзеуіміз керек. Мұсылман болып, қазақ болып, әрбір қазаққа жаны ашитын әрбір мұсылман өзінің жүрген жерінде уағыз айтып, дін таратып, елді түзеумен айналысу керек. Бір адам түземейді ол қоғамды. Кемінде 1000 адам жұмыс істесе, осы Аллахтың жолында көрген жерінде түзесе, намазға шақырса, дінге шақырса, магазиндегі арақ шараптармен күресілсе, темекі арақ шараппен айтылса үлкендер, Аллах арақ шарап деген нәрсе харам, болмайды, бұл нәрсе сатпаңдар, қанша осы арақ шараппен семьялары бұзылып жатыр, қанша арақ шараптың кесірінен біреуді зорлап қойып жатыр, қанша арақ шараптың кесірінен қанша әйелдер өзінің ар-ұятынан айырылып жатыр, қыздар ар-ұятынан айырылып жатыр. Ол бірінші класс бітіріп, вечерге барып, арақ шараптың кесірінен қыздығынан айырылып, ар-ұятынан айырылып қанша қыздар бар. Осының бәрін түсіндіріп, осылай жұмыс істеу керек қоғам болып. Сол кезде бұл қоғамды түзеледі. Болмаса жүре береміз осылай, баяғы жартас, сол жартас деп. Сосын барынша осындай эфирлерге шығып, бір адам болса да тура жолға келсе, намазға, дінді түсінсе, қараңғылықтан шықса, ширктің қараңғылығынан, бедаттың қараңғылығынан, үлкен күнәлардың қараңғылығынан шықса, альхамдулилля, біз үшін үлкен жетістік, ол жеңіс. Сол үшін бұл қоғамды дұрыстауымыз керек. Мұсылмандар дұрыстамаса, бұны басқа ешкім дұрыстай алмайды. Дінмен дұрысталмаса, бұл қоғам дәстүрмен де, қазақилығымен де, ешнәрсемен дұрысталмайды бұл қоғам. Бұл мұсылмандар дұрыстамаса, бұл қоғамды, бұл тәңіршілерің де аузынан ақ еткіп қарайды шығып атқан, өзінше қазаққа жанашыр, өтірік жанашыр болған тәңіршілерден түк бітірмейді олар. Не айтады ол қазаққа? Не кітабы жоқ, не пайғамбары жоқ, аузынан тек боқтықтан басқа ешнәрсе шықпайды. Сол ел түзей ме солар? Ел түзей алмайды олар. Олар тек исламмен күрескеннен, сол исламның жаңағы қараңғы тұстарын іздеумен, сонымен ғана әлеку. Нағыз қазаққа жанашыр болсаң, түзе, арақ шарапты тоқтат. Қазір қазаққа жанашыр болсаң, түзе қыздарыңды. Жезөкше қаналарды жаптыр,